көргенімізге қуаныштымыз және біздің шақыруымызды қабыл алғандарыңызға алғыс айтамыз. Бүгін біз облыс прокуратурасының ағымдағы жылдың 6 айында атқарған жұмысы бойынша брифинг жұмысын бастайтын боламыз. Негізгі спикер облыс прокуроры Төлеубердиев Мұрат Әжінұлы және қосымша сұрақтар бойынша облыс прокурорының орынбасарлары Шалатайұлы Ермұрат пен Жомарт Нұрғалиұлы жауап беретін боламыз. Сонда жұмысымызды бастаймыз. Алғашқы сөз Мұрат Әжінұлы өзіңізге. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті брифингке қатысушылар. Осы ағымдағы жылдың маусым айының 30-шы күні біз өзіміздің осы прокуратураның жарты жылда істелген қызметі туралы үлкен алқа мәжіліс жиналысын өткізгенбіз. Соны енді кезекте осы атқарылған жұмыстар бойынша халықтың назарына жеткізу деген мақсатпен сіздерді жинап отырмыз. Өздеріңізге белгілі өткен жылы прокуратура туралы заңға конституциялық статус берілді. Әрине біздің жауапкершілігіміз соған байланысты күшейтіліп отыр. Президентіміздің халықты жолдауында азаптауды алдын алу бағытта нақты жауапты органның болмауы белгілі тәуекелдерге алып келуін ескеріп, азаптаумен байланысты істерді тергеп тексеруді осы прокуратура органдарына жүктеуді ұсынып, бұл өз кезегінде тергеудің объективті және бейтарап жүргізуін, сондай-ақ құқық қорғау органдарының озбырлығын сақтауды қамтамасыз ететінін атап өтті. Елбасымыздың тапсырмасы бойынша 23 жылдан бастап осы азаптауға байланысты алдын алу, тергеп тексерудің бәрі осы прокуратура органдарына жүктелді. Осы жылдан бастап осы қылмыстардың бәрін прокуратура облыстық органдары атқарып жатыр. Бұрын бұл қызметті сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және өзіндік қауіпсіздік басқармалары атқарып келген. Осыған орай біз бірінші кезекте азаптаудың алдын алуға қызметімізді бағыттадық. Себебі азаматтардың өмірі мен денсаулығына зиян келетін қандай да бір заңсыз әрекеттерге тосқауыл қою тиімді. Барысында қызметкерлер мен азаматтардың конституциялық құқықтарының өрескел бұзуына жол берген жағдайда құқық қорғау органының басшысының жауапкершілігі қаралатыны заңмен бекітілді. Бұл бағытта жергілікті жерлерде кезекші прокурордың жұмысын жандандырып, құқық қорғау органдарының ғимаратына кіріп шығу жағдайына бақылауды күшейттік. Осыған байланысты соңғы 6 айда прокуратураға азаптауға қатысты 25 арыз келіп түсті. Оның 5-і осы биыл түскен арыздар, қалған 20-сы соттарда қаралу барысында сотталғандардың алдында болған фактілеріне байланысты. Өздеріңіз білетіндей, былтыр арнайы прокурормен тергелген Ордабасы аудандық полициясының 4 қызметкері жауапқа тартылып, соттың үкімімен әртүрлі жазаға бас бостандығынан айырылу жазасына тартылды. Аталған дерек бойынша аудандық полиция бөлімі басшысының жауапкершілігін қарау туралы ұсынысты біз полиция департаменті жібердік. Бүгінгі таңда әлі қаралуда. Сонымен қатар былтыр қоғамдық резонанс тұрған Сауран аудандық полиция қызметкерлерінің басқармасының 6 қызметкеріне қатысты қылмыстық іс арнайы прокурорлармен тергеліп, бүгінгі таңда сотта қаралып жатыр. Оның нәтижесін үкім шыққаннан кейін сіздерге хабарлайтын боламыз. Шағымдардың көп бөлігі полиция қызметкерлерінің заңсыз әрекеттеріне қатысты болғандықтан полиция ғимаратында біз соғып аймақтарды слепой зона дейді, соның бәрін жоюдамыз. Бүгінгі таңда 3 мыңнан астам бейнежазу камералары қойылды. Полиция ғимараттарында соның 1,5 мыңнан астам осы ағымдағы жылдың мамыр айында қойылды. Қорғау шарасын жиі өткізіп, ғимаратқа жеткізген тұлғалардың бірде есебінен бейнекамераларға тұрақты тексеру жолы қойылды. Нәтижесінде азаптау фактілері биылғы жылы 25%-ға төмендеді. Аймақтағы қылмыстық жағдай үнемі біздің назарымызда. Біздің үйлестіру шараларымызбен ағымдағы жылдың 6 ай ішінде қылмыстық құқық бұзушылық 14,9%-ға төмендеп отыр. Оның ішінде алаяқтық 9,7%-ға, ұрлық 33,4%-ға, мал ұрлығы 29,7%-ға, бұзақылық 31,9%-ға, қоғамдық орындарда жасалған қылмыстардың саны 18,8%-ға төмендегенін байқаймыз. Дегенмен атап өту қажет, кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыстар 26,5%-ға өсуде, есірткімен байланысты қылмыстар 4,3%-ға өскен. Қазіргі уақытта облыс прокуратурасы мүдделі органдарды тарта отырып, кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыстардың алдын алу мақсатында жоспарды әзірледі. Сонымен қатар
алаяқтық пен қаржылық пирамидасына және жеке тұлғаға қатысты қылмыстардың алдын алу бойынша үйлестіру кеңесімен үлкен алқа мәжілісін өткіздік. Қылмыстықтың алдын алу сұрақтары күн тәртібіндегі басым бағыттардың бірі болып қала бермек. Қылмыстық процестің 3 буынды моделі аясында негізгі процестік шешімдерді зерделеу барысында прокуратурамен 65 азаматтың құқықтары қорғалды. Бизнес субъектілерінің қылмыстық процеске заңсыз тартылуын болдырмау мақсатында күнделікті жедел есептер зерделеуінде кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау бағытында Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірге биыл осы өздеріңіз білесіздер ынтымақтастық жөнінде меморандумға қол қойдық. Бұдан бөлек бас прокурордың кәсіпкерлік субъектілерінің ісіне заңсыз араласуына және олардың заңда кәсіпкерлік іс-әрекетпен айналысуына тосқауыл қоюға жол бермеу, қылмыстық қудалау арбитрасына негізсіз тартуды тоқтату туралы қылмыстық қудалау органдарына нұсқау берілген. Бүгінгі күні бизнес субъектілеріне қатысты заңсыз тіркелген 2 қылмыстық іс өндірісімен тоқтатылды. Модернизациялау жағдайында оң үрдістер бар. Жыл басынан бері прокурорлардың айыптау актілерін жасау белсенді түрде жүзеге асырылуда, оның саны қазіргі таңда 53-ті құрайды. Аталған істер бойынша сот пен ақтау үкімдері немесе соттың жеке қаулылары қадағалау сапасының төмендегеніне байланысты шығарылған жоқ. Келесі жылдан бастап прокурорлармен барлық алдын ала тергеумен аяқталған істер бойынша айыптау актісі жасақталатын болады. Облыс прокуратурасымен осы мәселе бойынша жедел кеңес өткізілді. Сондай-ақ төмен тұрған прокурорларға әдістемелік нұсқаулар, тапсырмалар жіберілді. Қылмыстық процесті цифрландыру 94,2%-ға құрады және бұл бағыттағы жұмыстар әркімден жалғасуда. Қоғамдық мүддені қорғау саласында 51 мың тұлғаның құқықтары қорғалды. Жұмысшыларға 824 миллионға теңге жалақы қарыз өндірілді. Енгізілген қадағалау актілерімен 1664 тұлға түрлі жауапкершілікке тартылды. Бюджетке 260 миллион теңге өндірілді. 833 миллион теңгеге мүлік мемлекет меншігіне қайтарылды. 8 мыңнан астам кәсіпкердің құқығы қорғалды. 42 лауазымды тұлға түрлі жауаптылыққа тартылып, 7 заңсыз тексеру фактісі анықталды. 100-ден астам әкімшілік істердің күші жойылды. Мемлекет басшысы прокуратура органдары басында инвестициялық жобаларды сүйемелдеуге нақты тапсырма берді. Өздеріңіз білесіздер, бұл прокурорлық қадағалаудың бізге деген жаңа бағыты. Жалпы барлық қадағалау бағыттарында кәсіпкерлердің құқықтарын қорғауға айрықша назар аударудамыз. Мысалы, сотта мемлекет мүддесіне өкілдік ету барысында біздің ықпалымызбен 33 мезгілді негізсіз сот арбитражына тартқан әкімдіктің 17 жауапты қызметкері тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Мемлекеттік сатып алу бағытында жалпы көлемі 7 миллиард теңге болатын конкурстардың күші жойылды. Осы жұмыстармен қатар атқарушылық іс жүргізу саласында да біршама нәтижелерге қол жеткіздік. Атап айтқанда, бюджетке 149 миллион теңге өндірілді, алимент бойынша 100 миллион теңгеден астам берешек өтеліп, жалпы алимент қарыздары елеулі төмендетілді. Жыл басында берешек 444 миллион болатын болса, 6 айдың қорытындысымен 343 миллионға төмендеді. Сондай-ақ проблемалық өндірістердің саны 40%-ға азайды, 170 борышкер жұмыспен қамтылды. Ал алимент төлеуден жалтарған 3 борышкер бүгінгі таңда қылмыстық жауапкершілікке тартылып, екеуіне жаза тартылды. Сонымен бірге тергеп-тексеру орындарымен мағыналас 4 іс тергелуде. Одан бөлек пробация бақылаудағы азаматтарды, яғни сотталған адамдардың мінез-құлқын түзету, оны әлеуметке қосу, қоғамға бейімдеу және оңалтуға бағытталған шаралар кешенін ұйымдастыруға ерекше назар аудардық. Себебі қоғамның ақылшыланғандар бүгінгі күні қателікке барып, заңмен берілген шектеулерді бұзып, қайта қылмыс жасауда. Осылайша біз мәселенің оңды шешу мақсатында ағымдағы жылы 2 жобаны жүзеге асырдық. Оның бірі қылмыстың қайталануын алдын алу және қадағалау. Жобалар аясында рейдтік шаралар ұйымдастырып, түнгі мезгілде сотталғандардың тұрғылықты жерлеріне шығып, өз бетінше тұрғын үйді тастап кетудің 27 фактісі анықталды. Тиісті шаралар қолданды. Оның ішінде 20-сына ескерту жазасы қолданылды, 7-і бас бостандығынан айыру жазасына ауыстырылды. Сол сияқты осы жобалар шеңберінде бізбен өңірлерде 17 жұмыс топ құрылды. Оларға сотталғандарды жұмыспен қамту және әлеуметтік көмек көрсету міндеттері жүктелді. Нәтижесінде қайта қылмыс жасау 12%-ға төмендеді, ал оларды жұмысқа орналастыру 47%-ға, яғни 682-ден 17-ге дейін өсті. Құқықтық көмек алғандар саны 2 есеге
628'den 1211'e дейін артты. 16'ға 7,2 миллион теңге бөлінді. Біз бұл жұмыстармен тоқталмай, алдымызға бірнеше міндет пен мақсаттар қойып отырмыз. Бірінші кезекте бұл азаматтардың кәсіптік құқықтарын сақтауын қамтамасыз ету, қадағалау аумағында қоғамдық саяси тұрақтылық және қылмыс деңгейін төмендетуге бағытталған шаралар қолдану жоспардарымызда бар. Ұлттық қордан республикалық және жергілікті бюджеттен қаражаттардың тиімді жұмсалуы басты назарда. Жайылым жер және ағын су тапшылығы бойынша шаруалардың шағымдарын күтпей, жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, шешу жолдарын қарастырудамыз. Қазіргі таңда Казсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорнына қарасты Көксарай су реттегішін гидротехникалық құрылысының жағдайына тексеру жұмыстарын жүргізудеміз. Алдағы уақытта ауыл ел бесігі жобасы аясында ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасы мен әл-ауқатын жақсартуға бағытталған шаралардың тиімділігін тексеру жоспарлануда. Жоба аясында жергілікті халық жұмыс орындарымен қамтылатыны көзделген. Жалпы атқарылған жұмыстармен алдымызда осындай бір жоспарларымыз бар. Сұрақтарыңыз бар болса, біз жауап беруге дайынбыз. Рахмет, Мұрат Әжімұлы. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, өздеріңіз таныстырып, көрсетіңіз. Қайырлы күн, құрметті брифингке қатысушылар.